өзінің кәсібін жақсы көрген адам нағыз содан бір нәтиже жаратамау деген адам ол ондай өз кәсібінде ешқандай жалқаулық сезінбейді. Өйткені ол одан тек нәтиже шығаруды ойлайды. Оны өзінің бір жауапкершілік бар өзінің жұмысына деген. Бұл спорт болсын, бәрі қандай кәсіпте нәтиже қазану, нәтижеге жету сондай ғой негізі. Өз жұмысына жауапкершілік болу керек. Ол мен мына өз кәсібімді мен сіз үшін істемеймін. Мен өзім үшін де мен мықты чемпион болсам, менің ұлтым сонымен мақтанады да, шын айтқанда. Әр салада сондай. Мен спортта мықты болсам, сіз оқу, білімде мықты болыңыз. Сіз әрбір өз кәсібімізде біз ең мықтысы болсақ, біздің ұлт мықты боласын шығар деп ойлаймын да өзім. Мен өзімнің өз ұлтыма қосатын үлесім мен өзім ойлаймын. Мен өз кәсібімде өзімді әлемге танытуым керек, әлем чемпионы атануым керек, оны сақтауым керек. Сонда әлем қазақты таниды. Сол менің өзімнің ұлтыма істеген менің көмегім. Ақша таппай. Өйткені мен қазір ол жерде кәсіпқой бокс, мен әуесқой бокста мен біраз атақ дәрежем бар. Енді мен ол кәсіпқой боксқа ауыстым, ол жерде мен ешкім танымайды. Өйткені мен жаңадан келген бір спортшымын да ол жерге шын айтқанда. Ол ақырын жайлап, ол жоғары деңгейге жету үшін маған көп уақыт керек, көп еңбектену керек. Енді Алла бұйырса, мүмкін кейінгі жарыстарымда мүмкін жақсы ақшалар төленуі мүмкін. Ол болашақта. Ондай мектептер көп ашылу керек шығар. Неге біздің қазақтар білімді болмасқа? Оларда үйренсін, ел білгенді біздің қазақ неге білмеске? Өйткені адамның артып тұрған еш нәрсесі жоқ. Тек істеген ісімен, жұмысымен ғана белгіленеді ғой шын айтқанда. Мен оларды сондай қазақтың балалары сондай мектепте оқып, сонда білім алып, бір-бірімен тіл табыс сөйтіп жүргеніне өте қуанамын шын айтсам. Қазақтар өте ұлтжанды қылып дайындау керек секілді сезіледі. Өйткені біреу өз балаңызды айналайын деп жақсы көрмей, біреудің баласын айналайын деп өтірік нәрсе. Өз ағасын ағалай алмаған, өз кісі ағасын жағалай алмайды дейді ғой. Өте дұрыс нәрсе екен де сол. Ол өз ұлтын сүймеген адам, ол басқа біреуді барып, ой, аға көке деп үйту мүмкін, ол бір андай жалтақойлық, бір жағымпаздық па, жоқ, қорқақтық па мүмкін. Мен неге өзімді жақсы көрмеске? Мен өзім жақсы көрмей, сізді де жақсы көре аламын да, мен құрметтеймін. Өйткені мен сіз қазақсыз да. Соны айтамын, мен жастарда сондай бір өз ұлтын сүйетін, өз ұлтын сүйген адам өз ұлтын ешқайда сатпайды да ол. Ол өзінің ұлтының атақ дәрежесін, атақ абыройын әрқандай кезде бірінші орынға қояды да. Ал өзінің ұлтын сүймеген адам, ол бәрібір ол мемлекеттің үшін оған тек өзінің мүмкін жеке басының ғана қамын ойлауы мүмкін. Өзінің ұлтының атағы бар өтісі ол үшін қызықтырмауы мүмкін. Мүмкін әуесқой бокста мүмкін керек шығар. Енді бұл кәсіпқой бокста өйткені 12 раунд ол жерде жұмыс істейсіз де. Сіз ол жерде дайындығыңыз, неңіз жақсы болмаса, мың көкеңіз болса да ол жерде бокс болғаннан кейін бұрудар шешеді де оның барлығы.